Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ең жұмсақ және өте дәмді болып шығатын, оңай үзілетін және қатып кеуіп қалмайтын нанның рецептісімен бөліскелі отырмын. Рецепті соңына дейін көріңіздер, керек заттардың құрамын описаниеге қалдыратын боламын. Қараңыздар, қандай жұмсақ болып тұр және ресторанда, кофейняда сататын лепешкалармен дәл бірдей деп айтсам да болады. Сенбесеңіздер жасап көріңіздер, потом қалай шыққанын маған комментарийге қалдыратын боласыздар. Ең алдымен сүтіміздің үстіне суымызды құямыз да, одан кейін қантымызды салып, тұзымызды саламыз. Потом кесеге өлшеп құйып алған сұйық майымыздың жартысын құйып, жартысын алып қаламыз. Одан кейін кішкене 100 граммдай ұн салып жібереміз. Сосын барып дрожжды салатын боламыз. Дрожжды соңында салған себебіміз сол кезде қамырымыз жақсы көтерілетін болады. Жақсылап араластырып аламыз да, одан кейін ұнымызды еліктен өткізіп саламыз. Міндетті түрде еліктен өткізіп салыңыздар. Одан кейін қасықпен араластырып аламыз да, одан кейін қолымызбен жақсылап қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз кішкене қолға жабысқақ болып шығу керек. Мінекей осылайынан қолымызға қамырымыз жабысқақ болып шыққаннан кейін бағанағы кеседе қалған, яғни шемішке майымызды алып, осылайынан арасын ашып құямыз да, жақсылап шемішке маймен қамыр сіңгенше 3-4 минут, даже 5 минуттай жақсылап араластырасыздар. Арасының бәріне сіңу керек. Сол кезде біздің қамырымыз үзілмелі, яғни онша қатты кеуіп қалмайтын, жұмсақ болып шығатын болады. Шамалы қиынырақ болады илеу, бірақ бізде соңында осындай шемішке майдың бәрін бойына сіңірген жұмсақ қамыр шығу керек. Одан кейін бетін жауып көтерілгенше 1,5 сағатқа жылы жерге қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді, алып 2 бөлікке бөліп аламыз. Бағана соңында шемішке маймен елегендіктен ешқандай майсыз 2 бөлікке бөліп, жақсылап жайып ала берсеңіздер болады. Қамырларыңыз еш жерге жабыспайды. 2 бөлікке бөліп алғаннан кейін кез келген нанның формасын жасасаңыздар болады. Мінекей қараңыздар, қандай жұмсақ болып тұр. Ал мен видеодағыдай лепешканың формасын жасадым. Мен сияқты жасап көрсеңіздер де болады. Ортасын осылайынан жұқалау қылып аламын да, жиек жақтарын қалың қыламын. Видеода барлығы анық көрсетіліп тұр. Одан кейін табамыздың үстіне салып, тағы да жақсылап бастырып шығамыз. Ортасы қатты жұқа болып кетпесін, оны да қадағалап қойыңыздар. Одан кейін мен шанышқымен осылайынан көтеріліп кетпес үшін жақсылап ұрқылап тесіп алдым. Егер сіздерде тескіш болса, узор салғыш болса, салып алсаңыздар болады. Одан кейін жұмыртқамызды араластырып, бетіне жағып шығамыз. Қалауыңыз бойынша кунжут мак сеуіп, қызып тұрған 200 градус пеште 10-15 минутта пісіріп аласыздар. Нандарыңыз осындай жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Баршаңызға ас болсын. Сау болыңыздар.